Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін Құрсаудағы қыз сериалының кейіпкері Музафар туралы болмақ, яғни Музо туралы ақпарат беретін боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Музафар туралы бар шындықты психолог ханымға барған Налянның сөздері арқылы зерттейтін боламыз. Музафер Гүлжихан ханым мен Рафет мырзаның ұлдары. Ол Седаттың кіші інісі. Өмірде Селен атты кейіпкер мүлдем болмаған. Ол тек қана сериалда Селен болып көрсетілген. Ал негізінде өмірде Музоның Суат атты егізі болған. Демек, Музо Суат егіз болған. Негізінде Рафет мырза мен Гүлжихан ханымның 3 ұлдары болған. Бірінші ұлы Седат, одан кейін егіз ұлдары Суат пен Музо болған. Гүлжихан ханым жүктілік кезінде егіздердің бірі, яғни Суат, екінші егізіне Музоға дамуына кедергі жасаған, яғни белсенді болған. Босанған кезде де қиындықтар туындаған. Сондықтан Музафердің денсаулығы онша болмай, арқасында дөңбешік пайда болған. Сол үшін Музафер үйінде қамалып, онлайн түрде сабақтарын оқып, өз-өзін жетілдірген. Ол өзін мазақтайды деп қоршаған ортадан қорыққан. Ол өз-өзін жақсы дамытып, отбасындағы ең ақылды адамдардың бірі болды. Сериалда Рафет мырзадан басқасын барлығы Музафермен ақылдасатын біз көргенбіз. Суат жақсы бизнесмен болған. Сериалда оның рөлін Селен сомдаған. Седат сериалдағыдай отбасына керегі жоқ, ерке, ештеңмен жұмысы жоқ бала болып өскен. Музоның жағдайында ақау болғандықтан оның отбасының барлығы Музоға көңіл бөлетін. Музо көбіне бөлмесінен шықпайтын. Отбасына Налян келгелі, ол екеуі жақсы дос болып алады. Екеуі бір-біріне мықты, адал дос болатын. Налян Музоның бөлмесіне есігін қақып, еркін кіріп шығып, екеуі өз құпияларымен бөліседі. Налян Седатпен ажырасатын кезде Музоға барып ақыл сұрайды. Барлық құпияларын, сырларын Музоға айтатын болған. Және Музо ең бірінші адам болып Налянды қолдаған болатын. Сериалда Музоның Налянды Хайриден қорғағаны туралы көрсетілген, және оны өмір бойы қорғап келеді. Налян Седатпен ажырасам деген кезде Көреғұл отбасында үлкен қиындық туды. Рафет мырза ұлының Наляндан ажырасқанын қаламады. Музо Налян мен өзінің отбасын, яғни Көреғұлының арасындағы көпір секілді болды. Көреғұл отбасы көбіне Музоның ақылына жүгінетін. Соңында Музо әкесін Налян мен Седаттың ажырасуына көндіреді. Налянның психолог ханымға барып айтуынша, ол Седаттан ажырасқаннан кейін Хайриге кеткеннен бастап Музо туралы ешқандай ақпарат естімегенін айтады. Налянның айтуы бойынша, Музо өз ақылымен отбасын қорғаштап, өз өмірін арғарай жалғастырады деп ойлайды. Налян мен Музоның арақатынасы ағалы қарындас сияқты, дос сияқты қатты өрбірген, бірақ сериалда Музоны Налянға ғашық қылып қойған. Осымен Музо кейіпкеріміздің өмір жолы осылай аяқталады, яғни белгісіз. Налян Седаттан ажырасқаннан кейін осылай Музо туралы ешқандай ақпарат жоқ болады.